Құрметті азаматтар, жаңа оқу жылы қарсаңында Ішкі істер министрлігі барша ата-аналарға, оқушылар мен ұстаздарға үндеу жолдайды. Балалардың қауіпсіздігі баршамыздың ортақ міндетіміз. Оқу жылы басталғанда балалар үйден тыс жерлерде көбірек уақыт өткізеді. Мектепке өздері барып қайтады, түрлі үйірмелер мен секцияларға қатысады. Сондықтан жолдағы қауіпсіздік ережелерін тағы бір рет еске салғымыз келеді. Жаңа оқу жылына барлық мектептің маңындағы жол қауіпсіздігіне бағытталған жұмыстар жүргізілді. Балаларды тасымалдайтын автобустарда толық тексеруден өтті. Анықталған кемшіліктер бойынша тиісті нұсқамалар берілді. Олар оқу жылы басталғанға дейін жойылады. Жолдағы қауіпсіздікті тағы бір рет еске саламыз. Яғни жолды тек белгіленген жерден өтіңіздер. Жолдан өтерде телефонды қойып, құлаққапты шешіңіздер. Айналаға мұқият қараңыздар. Велосипед, мопед немесе электросамокат мінгенде жолда жүру қағидаларын міндетті түрде сақтаңыздар. Ата-аналарға айтарымыз: балаңыздың қайда жүргенін, кіммен араласатынын біліп жүріңіз. Баламен жиі сөйлесіңіздер. Ең бастысы, қиын жағдайға тап болғанда сізден қорған табатынына сенімді болу керек. Егер балаға қауіп төніп тұрса, 102 нөміріне хабарласыңыз. Ішкі істер министрлігі жаңа оқу жылы әрбір баланың қауіпсіздігі үшін барлық қажетті шараларды қабылдап жатыр. Біздің ортақ міндетіміз қауіпті жағдайдың алдын алу ғана емес, балаға оны дер кезінде түсініп, көмек сұрауды үйрету. Балаларды қорғайық.